Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін сабақта іштен жану қозғалтқышының жұмыс принципін қараймыз. Іштен жану қозғалтқышы жұмыс камерасының ішінде жанармайдың жануынан алынған энергияны пайдаланып механикалық жұмысқа түрлендіреді. Іштен жану қозғалтқышының бір түрі ол поршынды қозғалтқыш. Көп көліктер 4 тактілі поршынды қозғалтқышпен жасалған. Біз поршынды 4 тактілі бензин қозғалтқышын пайдалана отырып, мұндай қозғалтқыштың жұмыс принципін талдаймыз. Қазір көріп тұрғанымыз кривошипный, шатунный және газды бөлу механизмдері. Шатундық механизм жанармайдың энергиясынан қозғалысқа келтіріліп, оны айналмалы механикалық жұмысқа түрлендіреді. Газды бөлу механизмі впуск және выпуск клапандарының ашылуы үшін қажет. Ол коленвалмен шынжыр немесе белдік жетекпен қозғалысқа түседі. Ыңғайлы болу үшін бір цилиндрді пайдаланып қозғалтқыштың жұмыс циклін қарастырайық. Бұл қозғалтқыштың бір жұмыс циклі коленвалдың 2 айналымында орындалатын 4 бөліктен тұрады. Содан кейін жұмыс циклі қайталанады. Бірінші такт впуск кіргізу, екінші такт сығылу, сжатие, үшінші такт жұмыс циклі рабочий ход, төртінші такт выпуск шығару. Поршын бір шеткі позициядан екінші шеткі позицияға ауысқанда бір такт орындалады, яғни верхний мертвый точкадан нижний мертвый точкаға барады. Екі тактіліде қозғалтқыштар бар, бірақ олар көліктерде қолданылмайды. Енді әрбір тактіні жекелей қараймыз. Бірінші такт впуск. Бірінші тактіде поршын верхний мертвый точкадан нижний мертвый точкаға қарай түседі. Нәтижесінде жұмыс камерасының көлемі ұлғайып, разрежение пайда болады, яғни вакуум пайда болады. Осыған параллель таратқыш вал көмегімен впуск клапандары ашылады және ауа мен бензиннен тұратын жанғыш қоспа ішке қарай сорылады. Поршын нижний мертвый точкаға түскенде впуск клапандары жабылады да осымен бұл такт аяқталады. Екінші такт сығылу, сжатие. Екінші тактіде поршын нижний мертвый точкадан верхний мертвый точкаға қарай барады. Клапандардың бәрі жабық. Цилиндр көлемі кішірейіп, жанғыш қоспаны сығады, содан оның температурасы да көтеріледі. Сығылу, сжатие тактісінің соңында поршын верхний мертвый точкаға жақындаған сайын цилиндр ішіндегі қысым 9-10-15 барға дейін көтеріледі және жанғыш қоспаның температурасы 300-480 градусқа жетеді. Бұл жанғыш қоспаны тиімді жағуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар верхний мертвый точкаға жақындағанда свеча искра береді, алға қарай, яғни на опережение. Сол кезде жанғыш қоспа жана бастайды. Поршын верхний мертвый точкаға келген кезде такт сжатие, яғни сығылу аяқталады. Үшінші такт рабочий ход, жұмыс циклі, кеңею деп атауға болады. Үшінші тактіде жанғыш қоспаның цилиндрде жану шыңы болады. Кеңейетін газдардың қысымымен поршын жоғары нүктеден төменгі нүктеге өтеді және коленвалды шатун арқылы айналдырады. Осылайша жылу энергиясын механикалық жұмысқа түрлендіреді. Төменгі нүктеге жеткеннен кейін бұл такт аяқталады. Төртінші такт выпуск шығару. Бұл тактіде поршын төменгі нүктеден жоғары нүктеге қарай барады. Распредвал ГРМ шығатын выпуск клапандарды ашады, содан кейін поршын пайдаланылған газдарды цилиндрден сығып шығарады. Поршын верхний мертвый точкаға жоғары нүктеге келген кезде клапандар жабылады. Осымен төртінші такт аяқталады. Одан кейін қайтадан жұмыс циклі қайталанады. Қазір мына анимацияда көріп тұрғандарыңыз коленчатый вал ақырын айналып тұр. 60 оборот минутына болып тұр.
замедленный. Мынау холостой ходта 700 оборот минуту. Под нагрузкой 8000 оборот минуту болады. Минутына 8000 оборот. Анандай гоночный машиндерде 22500 оборотқа дейін барады екен. Оборотты біз қайдан көреміз? Щиток прибордағы тахометрден көреміз. Қозғалтқыштың жұмыс істеуі стартер мен маховикті айналдырғаннан басталады. Содан кейін кривошипно-шатунный механизм кеңейту тактісіндегі энергияны сақтап алып, келесі тактіде пайдаланады. Әртүрлі қозғалтқыш цилиндрлерінде бір атаулы тактілер әртүрлі кезектесумен және белгілі бір реттілікпен болады. Бұл қозғалтқыштың неғұрлым тұрақты жұмысы үшін қажет және қозғалтқыш цилиндрлерінің жұмыс тәртібі деп аталады. Қазір көріп тұрғандарыңыз 1-3-4-2 цилиндрлерінің жұмыс тәртібі. Бұл расширение циклының, яғни кеңейту циклының алдымен 1-де, одан кейін 3-те, одан кейін 4-те, одан кейін 2-де болуын көрсетеді. Одан кейін цилиндрлердің жұмыс істеу тәртібі қайталанады. Опережение зажигания. Жанғыш қоспаны свечамен верхний мертвый точкаға жеткенше тұтандыру. Қозғалтқыштың дұрыс және тиімді жұмыс істеуінде тұтану уақыты маңызды рөл атқарады. Ұшқын, яғни искра пайда болған сәттен бастап жанғыш қоспа толығымен жанып, газдың максималды қысымына жеткенше біраз уақыт өтеді. Осы уақыт ішінде поршень біршама қашықтықты жүріп өтеді. Қозғалтқыштың максималды тиімділігін алу үшін максималды газ қысымының сәтінде поршень верхний мертвый точкадан 10-12 градуста болуы керек. Искраның жануы угол опережения зажигания деп аталады. Оптималды тұтану уақыты коленвалдың айналу жылдамдығына және жұмыс қоспасының жануына байланысты. Коленвалдың айналу жылдамдығы немесе қоспаның баяу жануы неғұрлым жоғары болса, тұтану, яғни угол опережения зажигания уақыты соғұрлым ертерек болады. Егер коленвалдың айналу жиілігі төмен болса, немесе жұмыс қоспасы тез жанып кетсе, тұтану, яғни угол опережения зажигания уақыты верхний мертвый точкаға жақын болады. Заманауи көліктердегі тұтану уақытын датчиктің көрсеткіштеріне негізделген электронды қозғалтқышты басқару блогы белгілейді. Сондай-ақ тиімділікті арттыру үшін впуск және выпуск клапандары алдын ала немесе кейінірек ашыла алады. Клапандар ашылған сәт газды бөлу фазасы деп аталады. Клапанның оптималды уақыты ГРМ белдеуін жобалау кезінде орнатылады және қозғалтқыш жұмысы кезінде өзгермейді. Егер қозғалтқыш ауыспалы клапан уақытымен жабдықталған болса, қозғалтқыш жұмысы кезінде клапанның уақыты қозғалтқыштың жұмыс режиміне байланысты өзгеруі мүмкін. Бензин қозғалтқышында жанғыш қоспаны дайындау, ауа және бензин қолданылады. Жанғыш қоспаның құрамы белгілі бір массалық қатынасқа ие. Сондықтан теорияда 1 килограмм бензинді толық жандыру үшін 14,7 килограмм ауа керек. Ал шын мәнінде қозғалтқыш әртүрлі қатынасы бар жанғыш қоспаны пайдаланады. Коэффициенті 14,7 болатын жанғыш қоспа қозғалтқыштың қуаты мен тиімділігі үшін оптималды болып табылады. Ал ауаның мөлшерін азайтсақ, қуаттырақ болады, бірақ үнемділігі аз қозғалтқыш. Ал егер керісінше сәл көбірек ауа қоссақ, үнемді болады, бірақ қуаты аздау болады қозғалтқыштың. Қазір көріп тұрған диапазон қозғалтқыштың қалыпты жұмысы үшін қолайлы. Ал егер ауа мөлшері 13-тен аз болса, онда қоспаның қалыпты тұтануы үшін ауаның болмауына байланысты қозғалтқыш бензинді көбірек тұтына бастайды және аз қуат шығарады. Осыдан қоспаның қате тұтануы мүмкін, яғни пропуски воспламенения смеси. Ал егер ауа 17-ден көп болса, онда қоспаның қалыпты тұтануы үшін бензиннің болмауына байланысты қозғалтқыш көп бензин тұтынады және аз қуат шығара бастайды. Сонымен қатар қоспаның қате тұтануы мүмкін, яғни пропуски воспламенения зажигания. Осымен екінші сабағымыз аяқталды. Барлықтарыңызға түсінікті болды деп ойлаймын.